Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мерей. Бүгін сіздерге француз круассандарын дайындап көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Круассандарымыз дайындау үшін алдымен құрғақ ыдысқа жылы су, жылы сүт және де тұз, шекер, бір жұмыртқаның ақуызы, сұйық майымыз және ашытқымызды салып, араластырып, бетін пищевая пеленкамен жауып, 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Бұл біздің круассандарымыз үлкейіп, әдемі болып шығуы үшін қажет. Міне осылай болып шығады. Венчикпен араластырып, үстіне ұнымызды електен өткізіп саламыз. Міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Круассандарымыз үлкейіп, әдемі болып шығуы үшін бұл міндетті түрде. Қолымызбен қамырымызды илейтін боламыз. Қолымызға жабыспайтын жұмсақ қамыр ашытамыз және 1 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Міне қамырымыз ашып дайын болды. Қолымды майлап, қамырымызды алып, ұн сеуіп, қамырымызды бөліктерге бөлетін боламыз. Менде 14 бөлік бөлінді. Негізінде 11-12 бөлік жетеді. Бөліп алған қамырларымызды дөңгелетіп дайындап аламыз. Қолымызбен немесе қамыр жаятын жерге видеодағыдай етіп жасасаңыздар, әдемі болып дөңгеленіп шығады. Дайын қамырларды бір-бірден алып, дөңгелетіп жаятын боламыз. Жайып дайындап алған қамырға бөлме температурасындағы сливочный майды қасықтың көмегімен немесе силиконды қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Майды ертуге болмайды, міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Егер ертетін болсаңыздар, қамырымызды жайған кезде сыртына шығып кететін болады. Екінші қамырымызды жаямыз. Май жағып дайындап қойған бірінші қамырдың үстіне қоямыз. Барлық қамырды осылай дөңгелетіп жайып, арасына сливочный майымызды жағып, барлық шетіне жағып шығуымыз қажет. Үсті-үстіне қойып шығамыз. Мен 12 қамырды жайдым. Міне соңғы қамырды жайып жатырмын. Үстіңгі қамырға май жақпаймыз. Үш-төрт миллиметр қылып жаямыз. Бірінші қолымызбен осылай басып, оқтаудың көмегімен круассандардың формасын келтіретіндей етіп, дөңгелетіп жайып аламыз. Видеодағыдай етіп орап аламыз және табамызға пергамент қағазын төсеп, салып шығамыз. Бұл рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Мен круассанның арасына салмасын салмадым. Қалауларыңызша салма салсаңыздар болады, шоколад салсаңыздар болады, немесе вареный сгущенка салсаңыздар болады. Қалауларыңызша салмасын салып жасауға болады. Араларын алшақ қылып қоямыз, өйткені піскен кезде круассандарымыз көтеріліп бір-біріне тиіп қалады. Үстіне бір жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз.
180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минут пісіріп аламыз. Круассандарымыз пісіп дайын болды. Міне осылай болып шығады. Қытырлап, арасы қатпарлы, өте дәмді болып шығады. Мен сливочный май закрома деген қолдандым. Дәмі өте әдемі. Сіздерге де кеңес етемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің рецептіммен жасап, комментария бөлісуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі рецепттер болады. Менің каналыма жазылып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.